Қайырлы күн, қазақ елі. Дәл қазір қазақ қоғамында болып жатқан мына оқиғаларға назар аударайықшы. Бірінші, Иманғали Тасмағамбетовке байланысты соншама кереғар пікірлердің әлеуметтік желіні жаулап алуы. Ол жерде Иманғалидан кәдімгі қылық жау жасаған үлкен бір ағымдар пайда болды. Ол бұрында да болған. Әрине, Иманғалиді өзім танитын болғаннан кейін ғана емес, жалпы оның Иманғали туралы айтқан кезде таяқтың екі ұшы бар. Бірі оның өз еліне, өз мемлекетіне жасаған еңбегі қай жерде болсын. Екіншісі, оның әкім болып тұрған кездегі шаңырақ оқиғасына байланысты сондай екі оттың ортасында қалды ғой енді. Сөйтіп, қанша адам қырылды, басқа болды, соған байланысты ол кісі әкім болғандықтан сол уақытта соған жауапкершілігі мойнына ілінді ғой. Бірақ ұлт үшін, ұлттың болашағы үшін, мемлекет үшін білесіздер ма? Қазақ халқы егер басында, қазақтың басында сол сұрақ туатын болса, Абылай хан да туды ғой кезінде, мысалы, Абылай хан заманында ендігі біздің күніміз жеке өз өмір сүре алмайтынын білген соң, мына жағындағы Қытайларға қарай бұрылу керек болды. Я болмаса, мына жағында орыстарға қарай бұрылу керек болды. Қытайға бұрылсам, сол кезде ана Қытайдың ішінен ертең қазағым анауда қисық көз, біздікі де қисық көз дегендей, ертең бірін-бірі таба алмай қалады деген сөз айтады. Ол туралы бір спектакльдердің несінде бар. Или соны оқыдым әйтеуір, сондай бір ой. Сонда Абылай хан негізі Ресейге қарай бұрды ғой. Ал объективті түрде қарайтын болсақ, Қытай да өзінің ішіндегі қаншама кішкентай ұлттарды жұтып жіберді. Ресейде де 200-дей ұлттың ар жақ бер жағы жұтылды деп Олжас Сүлейменовтің бір докладын оқығам. Шындығында оңып тұрған ешнәрсе жоқ. Бірақ біз бәрібір бір жол таңдауымыз керек. Жеке өзің өмір сүре алмайсың. Қазіргі қоғамда, глобалистік қоғамда. Сондықтан біз одақтың ішінде жүрген кезде, одақ тарқаған кезде білесіздер ма, барлығы кетіп қап, Ресейдің өзі шығып кетті одақтан. Нұрсұлтан Назарбаев тұрды ғой орнында. Ең соңғы сенбеді. Содан кейін барып азат егемендік алдық деп жариялады. Шындығында сол анекдот енді ол. Енді қазір ОДКБ-ның басында тұр ғой енді әскердің. Енді соны егер ОДКБ-ға, Ресейге, Европаның басқа елдердің әскері кіретін болса, Украина жағында, онда біз Конституция бойынша жазылған ОДКБ-ның несінде заңында тұр, Ресейге көмектесеміз деді. Осыған өре түрегелгендерге айтарым. Ертең дәл солай Қазақстанға да мысалы басқа жан-жағымызда тұр ғой, мысалы талибандар тұр, ертең өзбекті алатын болса, тәжікті алатын болса, келеді бер жағына. Сол кезде немене? Кім бізге көмек береді? Мысалы да, сол сияқты ғой. Сондықтан ол Құдай басқа салмасын. Әскери одақ болғаннан кейін берсең де бересің, бермесең де бересің. Және әкесі өлгенді есіртеді деген сөз бар. Шындығында Иманғали Тасмағамбетовтің өзі сол қызметтің үстінде тұрғаннан кейін. Енді осының ол сөзін айтты дейік, мақұл. Ал енді қараңыздар,
Екінші жағынан менің бір арамы ойым ішімнен мына нәрсені ойлап отырмын да. Егер Тоқаевтың басқару мерзімі бітіп қазір не болатын болса, сайлау бола ма, или ал мен кеттім, мен орныма деп біреуді әкеп беріп, сосын барып сайлау жасаймын дейтін күйтіргі кодтар бар ғой, білесіңдер ғой. Сол сияқты шындап келген кезде Иманғалидың үлкен шансы бар, мысалы, билікке келуге, Қазақстан тағына келуге. Сондықтан Назарбаевтың кезінде сондай шанс Алтынбек Сәрсенбаевта болды. Сонымен Алтынбек Сәрсенбаев өлтірілді ғой. Өйткені бүкіл оппозицияның ішіндегі ең мықтысы, ең стратегиялық тұрғыда сауаттысы да, авторитеті де Алтынбек болды. Өйткені ол сол қызмет бәрінен өткен. Сол Алтынбек қалай келтірілді, құрбандыққа шалынды. Енді Рахат Әлиев бастаған жігіттер істеді ғой оны, өздері билікке отыру үшін. Енді мына қараңыз, қазір Иманғалиға жасалынып жатқан шабуыл, әсіресе әлеуметтік желідегі сұмдық мына нелер, соның астарында бірден бір не, осы егер Тоқаев қазір биліктен кететін болса, ал енді демократиялық қоғам деп есептейтін болсақ, Назарбаевтар кланы арқылы олар Назарбаевтар енді өздерінің ең жақындеріне беріп алып келуге тырысады ғой. Дариғаны әкеле алмайтын болса да, білмеймін ғой кімді не алатындар. Бірақ Иманғалидың жалпы қазақ еліне өзінің бар ғой, Құдайға шүкір, абыройы. Сол келу мүмкіндігі туылғандықтан ғана осы тірліктің бәрі соны жаңағы құнсыздандыру мәселесі сияқты. Кейде осыны ойлаймын да, өйткені Иманғалидың барлық несі бар. Барлық мектептен өткен. Ұйымдастырушылығы да бар, басқасы да бар. Керек жерінде мінезі де бар дегенде ғой. Және жан-жағында кәдімгідей жиналған үлкен командасы бар. Ана бір ешкім білмейтін біреулердің келгенінен соны ойлаймын да, мен әсіресе бұдан 10 жыл бұрын мен тілегем өзім. Шіркін-ай, осы Иманғалиға берсе ғой, қазір шаршады ғой енді Нұрсұлтан Назарбаев. Осы алып кетер еді деп. Ондай болған жоқ. Бұл бір нәрсе. Мен өз ойымды айтып отырмын. Ешкім маған ешнәрсе төлеген жоқ, айтып қояйын. Ал біз Құдайға шүкір өз ойымызды білдіруге әлі құқымыз бар. Өз ойымды айтып отырмын. Екінші нәрсе, Магнумға байланысты. Мынау қазақ тілін қорғау, қазақ тілі үшін бойкот жарияланып, мына Магнумда енді осы қозғалыс болып жатыр. Ана екі клоундар енді былайша қарағанда. Ана жігіт қазақ тілін сөйлеңіз деп айтқан үшін жұмыстан қуылды. Анау өзі қазақ тілін біліп тұрса да, мен неге сен маған команда бересің деп ананың жұмысынан қудыртты ғой енді. Енді екеуге қол ұстасып, қол алысып, жаңағы анау клиент енді, ол бір қыз екен ма бір ғой енді өзі. Білмеймін, бұның артында қандай ойын тұрған, бірақ мына Магнумның осы бойкот жарияланған қазақ қоғамы, қазақтар өздері біріксе, жаңағы үлкен күш екенін білдіреді. Екіншіден, дәл осы кезде билікке бұндай қазақтың бірігіп кетіп, кәдімгі үлкен күшке айналуы қажет емес. Неге? Қазір мына ауада не болып тұр? Ресейдің саясаты бойынша жалпы жан-жанда одақтан таралған елдердің бәрін қайта біріктіріп, одақ ретінде Ресейге кіруге референдум жасаймыз деп жатыр ғой. Бұлайша айтқанда, баяғы қанша елде айтылып жүрген, жаңағы әсіресе батыстағы елдердің идеологтары айтып жүрген, Путин қайтадан
СССРді орнына келтіреді, оның мақсаты сол деп айтылған нәрсе. Ал егер мына референдум болып барлығы қайтадан одаққа кіретін болса, онда ол сол, ол кезде турасын айтсақ, халық екі бөлінеді. Өйткені саяси тұрғыдан алғанда Қазақстан онсыз да әшейін қағазда ғана егемендігі бар. Қазақстан, дәл қазір Қазақстан саяси аты ғана жалауы өзінікі. Басқа Назарбаев не қалдырды бізге? Экономикалық тұрғыдан алғанда қазір соны біздің мына статистика, стат управление деген бар. Соның негізі министр жүрген адамдарды бар ғой, атты жалко емес. Қайсысы болсын. Өмірі таза дерек берген емес. Мысалы қазір Қазақстандағы бүкіл қазба байлықтар барлығы қай мемлекеттердікі екені бар ғой, білмеймін. Адам шошиды. Қайсы маманмен, специалистер деймін, солармен сөйлесем басын шайқайды. Сондықтан онсыз да экономикалық тұрғыдан Қазақстанның байлығы сол кландармен, Назарбаев тастағандармен, сосын басқа елдердің қолында. Қытайдың елінде қаншасы тұр. Әсіресе қытайлықтарда, Европа, Америкада. Сондықтан енді жалауы ғана біздікі сияқты. Ал қазір енді әкесі өлгенді естіртеді. Үлкен күш ақш Ауғанстанда соғысып, ақырында $1 триллион қару жарақтың бәрін талибандарға тастап кетті. Білесіздер ғой. Ал сонша қару жарақты алып қалған талибандар, олардың қолынан не келеді? Сол барып келдім мен талибандарға. Әлі темір жол жоқ елдерінде. Асфальт жолда жартысы бар, жартысы жоқ. Барларын өзі шұрқ-тесік. Олар енді олардың қанша жыл соғысып, соншама олардың жаңағы дағдыға айналған, ана қару жарақ оларға табыс көзіне айналу керек қой. Яғни соғыс керек. Кіммен соғысады? Орта Азияға қарай шығады. Өйткені аржанда Пакистанмен олардың соғысуға ондай білмеймін, қаншалық несі бар. Бері қарай Тәжікстанға, Өзбекстанға бері қарай. Яғни оларды айдап салатын күштер кім? Оларды айдап салатын күш ақш идеологиясы. Сондықтан болар, талибандар қалай ана қару жарақтың бәрін алды? Россия талибандарды террористер деп кәдімгідей жазып қойған еді өздерінің заңында. Барып олармен келіссөз жүргізді. Сөйтіп талибандарды шақырып, Москваға шақырып әкеп, қабылдап кәдімгі байланыс жасап жатыр. Бірақ сол талибандар арқылы Орта Азияға, Орталық Азияға дейік, ана күштер кіретін болса, олардың қарсыластары кім болады? Олардың қарсыластары Қытай. Қытай егер осы елдерді, Тәжікстанның қанша жерін Қытай алып қойған, Таулы Бадахшан деген жағын бәрі уже Қытайдікі. Ол жердегі ана тәжіктердің молаларын бәрін қаздырып шығарып жерді. Біздің нелерде ол жарияланбайды, бірақ жайла іздеп қарасаң тұр. Яғни Тәжікстанға қоса енді мынандай Өзбекстан, Қытай не тұр ғой, Қырғызстан тұр. Сондықтан бұл қауіп бар реально. Одан кейін енді қаншама экономикалық тұрғыдан біздің байлық көздеріне ие болған Қытай қашанғы отырады. Мысалы, сондықтан егер бізде саяси ахуал қиындайтын болса,
Оның үстіне біздегі мынау радикалды күштер, баяғы сақалдылар дейміз ғой. Олардың кезінде Бекболат Тілеуханның сөзін ұмытқан жоқпын. Әлеуметтік желіде сол кезде жарияланған. Біз Қазақстанды қалай таза ислам мемлекетіне айналдырамыз? Осылай айтып тұр. Одан кейінгі біздің бағытымыз көрші Шығыс Түркістанға барамыз. Оларды азат етеміз деп. Осы Бекболат Тілеуханның ар жағында тұрған қозғақ бар ғой енді. Олар әлі биліктен кеткен жоқ қой, барлығы имамдар нелердің бәрі әлі насихатын жүргізіп жатыр ғой. Мына нелердің бәрін киіп алғандардың бәле-беттердің бәрі. Енді қараңыздар, солардың мысалы сол Бекболатпен түскен не бір адамдар енді оны атақты жырау көрді ғой енді. Сөйтіп суретке түсетін еді. Қытайдан келген қазақтар да онымен суретке түсетін еді. Кейін олар шекарадан өткеннен кейін олардың бәрі атылды, осы сотталып кетті бәрі. Ол туралы да Бекболат ешнәрсе айтпайды. Енді қараңыздар, мына бұл күш ең үлкен. Сондықтан ойлай алатын азамат мына нәрсені ойлансын. Таяқтың екі ұшы бар. Яғни радикалды күштер, мына жақтағы талибандар да уже таза күш болып тұр, қару-жарақ қаншама. Және бұлар енді қалай болғанда да Американың өзіне қарсы қойды ғой. Олар Орта Азияны келіп шабуыл жасайтын болса, бұлар мына жақта Қытаймен қарсы шығады, екі ортада. Мынау кімдер, жаңағы радикал күштер Қазақстанды Ресейден де Қытайдан да алып қалып, кәдімгі осы исламдық мемлекет жасаймыз деген идеологиясы тұр. Сондықтан осылардың бәрі айналып келгенде біздің Қазақстанның үстінде былай соғыс алаңына айналдыруы мүмкін. Осының бәрін ойланып келіп, Ресей бір жағы көріп тұр. Грузияны 2008 жылы Грузияға Саакашвили бастаған либералистер не жасады ғой енді Ресейден ықпалынан алып шығамыз деп. Өйтіп жасаған кезінде 3 күн соғыста Осетия мен Абхазия Грузиядан шығып кетті. Соларды қорғаймыз деп Ресей барды ғой, ананың ішіне кірді ғой. Сол кезде мен айтқам, мынау ендігі соғыс Украинада болады деп. Және ұзақ болады деп өзім сол кезде айттым. Білмеймін. Өйткені айтатын себебім Украинаның соншама заводтары бар, қару-жарақ шығаратын, жаңа не сұмдық енді. ВПК дейді ғой, военно-промышленный комплекс. Ракета да шығарады, бәрін шығарады. Сондықтан олар, ал енді оның үстіне жаңа ана Европаның, Америка оған көмектесіп жатқан кезде, міне әлі соғысып жатыр. Қай жағы жеңетіні белгісіз. Сондықтан енді Россия, Путин істесе де, істемесе де енді одақты әскери тұрғыда, военный несінен біріктіріп, және соған қарама қарсы тұру үшін осыған мәжбүрленеді. Міне осы кезде жаңа референдум деген нәрсе шығады, актуалдылығы. Осыны енді пәлен түген деп мен оны референдумге за болсам да, против болсам да, мен қазір ойымды ашық, мен не жағын қалаймын деп айта алмаймын. Өйткені менде әлі толық информация жоқ. Бірақ саяси ахуалдар қазір мынандай бір симптом бар. Соңғы кезде, соңғы 15 жылда алдында бәрін Қытайға өлтіріп тұрып беріп тастады, Америкаға өлтіріп тұрып беріп тастады, біздегі байлық көздерінің бәрін. Енді қазір қарасам, маған айтады, жігіттер айтады, аға қараңызшы, сұмдық қазір дейді, әсіресе қазақтардың қолында болып жатқан байлық көздерін дейді, белден сындырып тұрып Ресейге беріп жатыр, Ресейге өткізіп жатыр дейді. Оның бәрін көріп отырсыңдар. Өйткені Ресей түсінді, егер дәл түбіндегі іргесіндегі Қазақстанға көзін салмаса, дәл түбінен кәдімгі Қытайдың тақымдердің мемлекеті пайда болайын деп тұр ғой. Өйткені барын солар алып алғаннан кейін құр жалаумен далақтап не істейді қазақтар? Сондықтан ал анау Назарбаевтар ол кландарға ешқандай сенуге болмайды. Өйткені олар сонша байлықты қайтадан национализация жасайтын болсақ, сол күн түнде олар оны басқа елдерге сатып жібереді, жарты бағасына болса да.
Қытайларға мысалы. Қытайдан оны қайтып аламайсың. Сондықтан Ресей қазір күндіз түні жатпай жаңағы 50%-ке жеткізу керек Қазақстандағы байлықтың өз жағына. Неге? Қазақстанға байланысты референдум болатын болса, бұл қай мемлекеттің құлы дейікші. Сол өздері дауыс салады ғой. Сол кезде олар Қазақстанға таласады. Келісе алмаса, онда жаңағыдай бөлінеді. Оны мен емес, оны кім айтып кеткен? Тілім ішінде тұр. Бір политолог болды ғой. Сол айтқан, мына Қазақстанды дәл осылай кете беретін болса, Назарбаевтың жасап отқан саясаты, Нұрболат Масанов деген политолог, Қазақстан үшке бөлінеді деді. Мына жағы Қытайға беріліп жатқан жағы Қытайдікі болады. Мына жағы Россиянікі, оның үстіне жергілікті халықтардың қанша проценті орыстар ғой. Және Ресейдің қолындағы билік көздері болады. Сосын қайғысы қалады. Радикалды күштерге берілген жағы қалады. Міне осы үшке бөлінеді деп. Оған олар жете ме, жетпей ме? Сондықтан үлкен саяси күш, саяси соғыс Қазақстан үшін жүріп жатыр, қашан жүріп жатыр. Бірақ Назарбаев соның ішіндегі ең ақылдысы болды ғой. Ирактағы Саддам Хусейнді қарсы қойып, халқын көтеріп барып, сөйтіп оны тақтан кетіріп, содан кейін барып жерде байлық көздерін бөлді ғой. Ал Назарбаев айтты, жоқ, маған соғысудың қажеті жоқ. Мен онсызда сендер, мен саған да берейін, саған да берейін деді да, өзі де қосылып жеп алды да, аумен, жалмауыздықпен қазір жүр аяқта. Сондықтан біздің байлық көздері соғыссыз-ақ жан-жағымыздағы елдердің жемсауына түсті. Ендігі қалғаны тек мынау жалау тұр. Және қазақ жүр әйтеуір, қолынан не келеді. Міне, осы жағдайда енді ойларымды айтыңдар енді. Бізге талибандар арқылы, болмаса жаңағы Бекболаттар билікке келіп, Назарбаевтың бастаған нелері бар ғой жаңағы. Соны әдейі сол күшті әкеп қойды ғой. Іштен кіргізіп, мыналардың бәрі. Осылардың бәрі Американың қолдауымен осылар билікке келіп, Қазақстан ислам мемлекетіне айналады ма? Осыны тілейтіндер қаншасындар. Одан кейін жаңағы Ресейдің амал жоқ, солардан құтыламын деп, Ресейдің несіне одаққа қайтадан басқа елдер сияқты барлық елдермен бірігіп одақ құру қайтадан. Осы бағыт бар. Екі-ақ бағыт тұр ғой. Егеменді деген бағытын көріп тұрған жоқпын. Ал енді қалай ойлайсыздар? Ойларыңызды айтыңыздаршы. Сосын мен өз ойымды айтайын, мен қай жағына екенімді. Бірақ 100% радикалды күштердің арманы бар, Қазақстан даласына кіргізіп қойған күштері бар. Олар кеше қаңтарда билікке келе алмады. Бірақ соған келу жолында бүкіл мемлекеттің ұлттық қауіпсіздік комитеттері бәрі жұмыс істеді ғой. Енді осыны жоққа шығара алмайтын шығарсыздар енді. Сондықтан ойлаңыздар. Сол үшін бұл өкірдада Иманғалиға біротылы бүкіл жуындының бәрін төгіп отқандар, солар сол жаңағы сақалдылардың идеологиясын көздеген, соған жұмыс істеп жүрген адамдар болуы мүмкін. Ал қор енді анағанды жоқ, мынағанды жоқ, біз егеменді елміз деп жалаң патриоттар айналайындар. Онсыз да экономикалық тұрғыдан уже шашылған елміз. Енді жалауды сақтап қалу ғана қалып тұр. Көзді ашып, дәрігерлер біледі ғой, адамның бар ғой, ауру адамның, алып кетіңдер, уже адам болмайды дейді. Уже бір айға береді, 3 күнге ғанда береді.
Сол сияқты саяси тұрғыдан алып қарағанда, экономикалық тұрғыдан алып қарағанда, Қазақстанның экономикасы, экономикалық кіріптарлығы болды енді, бұдан ешқандай жоқ. Ол мен бір пессимист болып, или бір дүниенің бәрін қаралап емес, нелерді көрсеңдерші. Мен сол специалистердің арасында жүрмін ғой енді. Сондықтан онсыз да Қазақстан бүкіл Ресеймен қосылған әуе қорғану несінде тұрмыз біз. Әуе қорғану несінде, жүйесінде. Егер енді орыстарды жамандап, орыстарға бүйтіп қанша, мен өзім тарихи қанша кино түсірдім, деректі кинолар. Бірақ біз ертеңді ойлауымыз керек. Ертеңгі бала шағаларымызды ойлауымыз керек. Ұрпағымызды. Сондықтан өте салқынғанды осыны ойласайық, ақылдасайық. Формулаға айландыратын болсақ, сіз Қазақстанды радикалды ислам мемлекеті болғанына қалайсыз ба? Әлде Ресеймен қосылған жаңа одақ, қасымыздағы өзбегі бар, қырғызы бар, тәжігі бар, түркмені бар, мына жақтағы Кавказ елдері бар. Енді Прибалтика ел кетті ғой енді. Украина, Белоруссия, міне солардың бәрі бірігіп, бір одақ болғанын қалайсыз ба? Сұрақ осылай тұр. Қалай қарайсыздар? Қазақ елі аман болсын. Астына жазыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар.